Өт майлардың майда еритін дәрумендердің қорытылуына, нәруыздар мен көмірсулардың сіңуіне қажет бауыр жасушаларынан өндіріледі. Бауырдан түтіктер арқылы қуыс ағза өт қабына түсіп, онда жиналып өт қоры сақталады. Майлы тағамдарды тұтынған кезде өт қабының қабырғалары жиырылып, жиналған өт түтік арқылы ұлтабарға бөлініп, ас қорытуға қатысады. Өттің негізгі міндеті: тамақпен келген май қышқылдары қанға еніп, бұлшықеттерді қоректендіруге, жасушаларды құруға және гормондарды өндіруге жіберілетін майларды ыдырату процесіне қатысу. Өттің ыдыратқан майларының ішінде майда еритін А, Д, Е, К дәрумендері тек май қышқылдарымен бірге тіндерге енеді. Сонымен қатар өт ішектерден нәжіспен бірге шығарылатын артық холестериннен құтылуға көмектеседі. Өттің толуы дегеніміз өт қабынан өт жеткіліксіз мөлшерде шығатын немесе мүлде шықпайтын жағдай. Өт қабында жиналатын өт шоғырланып, ұзақ қозғалмаған жағдайда ол өте қою қоймалжың болады. Өт бөлшектері тұнбаланып, қалдық түзеді. Бұл ақырында тас пайда болуына әкеледі. Бауыр жасушалары өт шығаруды жалғастыра отырып, өт қабының жиналуына және созылуына ықпал етеді және қысымның жоғарылауына байланысты өт бауыр түтіктері арқылы кері ағып, бауырға отты әсер етеді. Майлар мен майда еритін дәрумендер сіңуінің бұзылуы метаболизмдік теңгерімсіздікке әкеледі. Бұл дәрумен тапшылығының, дисбактериоздің дамуына әкеледі. Өт жеткіліксіз болса, холестерин ішек арқылы сіңіп қанға түседі. Қандағы холестерин деңгейінің жоғарылауы холестерин түйнектерінің пайда болуына, қан тамырдың және жүрек ауруларының дамуына әкеледі. Өттің толғанын мына белгілер арқылы білуге болады. Оң жақ қабырға астындағы ауырсыну, тартылу, ауырсыну немесе өткір күшті ауырсыну, кекіру, қыжыл, ауызға ащы дәм келуі, ауыздан жағымсыз иіс шығу, диспепсия, жүрек айну, құсу, іш кебу. Ішек қызметінің бұзылуы, көбінесе іш қату, салмақ жоғалту, сынғыш сүйек, құрғақ тері мен шаш, сынғыш тырнақ, майда еритін дәрумендердің жетіспеушілігінің белгілері. Созылмалы шаршау және ашушаңдық. Асқынған жағдайларда терінің және сілемейлі қабаттардың сарғаюы, терінің қышуы, зәрдің қараюы, нәжістің түсінің өзгеруі. Және бастың үнемі бірқалыпты ауырып тұруы. Өт толуының негізгі себептері: дұрыс тамақтанбау, тамақтану арасындағы тым ұзақ үзіліс, пайдалы майларды тұтынбай қатаң диета ұстау, тамақтану сипаты, шамадан тыс тамақтану, қаныққа майларға бай, майлы және қуырылған тағамдарды көп тұтыну, белсенді емес өмір салты және алкогольді асыра пайдалану, таза суды жеткіліксіз тұтыну, өт жолының спазмына әкелетін жиі стресс және оның салдарынан өт ұлтабарға бөлінбейді. Өттің толуын болдырмау үшін немесе алдын алу үшін ең алдымен пайдалы майлардан тұратын дұрыс диета. Бұл аз мөлшерде сары май немесе зәйтүн майы, аздап майлы ет, майлы балық, аз мөлшерде зәйтүн, жаңғақ, авокадо, жұмыртқаның сарысы және ірімшіктерді пайдалану. Екіншіден, өте маңызды мәселе күндіз кем дегенде 1,5-2 литр су, ал таңертең жылы су ішу, құрысуларды, спазмды және өттің шығуына ықпал ететін пайдалы әдет. Үшіншіден, физикалық белсенділік, өт шығаруға және өт қабын босатуға көмектесетін қарапайым жаттығулар. Осы шараларды сақтау өт толуын болдырмау ғана емес, сонымен қатар артық салмақ пен семіздіктің даму қаупін азайтуға көмектеседі. Егер өт толуының себептері мен белгілері болса, профилактикалық медициналық қарап тексеруден өту және өт толуының дамуын және соның салдарынан ауыр аурулардың алдын алу үшін дәрігермен кеңесу маңызды. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Деніңіз сау болсын. Видео пайдалы болса тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.